Жаңбыр шелектеп құйып тұрды. Қала шетіндегі ескі үйдің ішінен әйелдің жылаған дауысы естілді. Жетеді. Енді ұрма, өтінемін. Ас үйдегі сынған ыдыстардың сыңғыры бүкіл үйді жаңғыртты. Есіктің жанында 9 жасар кішкентай бала қорыққаннан тізесін құшақтап үнсіз жылап отыр еді. Әке, анама тиіспеші. Бірақ ер адам баланың сөзін елемеді. Керісінше, ашуы одан сайын күшейіп, әйелдің шашынан тартып, қабырғаға қарай итеріп жіберді. Әйелдің ерні жарылып, бетіне қан ақты. Жалғастырмас бұрын, арнамызға тіркеліп, бейнеге лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Пікірге қай қаладан көріп отырғаныңызды, және қазір сізде сағат қанша екенін міндетті түрде жазыңыз. Барлық пікірлеріңізді оқимын. Әйелдің ерні жарылып, бетіне қан ақты. Бұл бірінші рет емес еді. Жылдар бойы көрген қорлығы бүгін шегіне жеткен болатын. «Сен мені полицияға ұстап бермекші болдың ба?» деп айқайлады күйеуі. Жоқ, тек баламыз үшін тыныш өмір сүргін келеді. Үндеме. Ер адам үстел үстіндегі бөтелкені қабырғаға лақтырып жіберді. Шыны сынықтары жан-жаққа шашылды. Сол сәтте кішкентай ұлы жүгіріп келіп, анасын құшақтап алды. Анашым. Әйел ұлын бауырына басты. Балама тиіспе. Бірақ ашуға булыққан күйеуі баланы итеріп жіберді. Бала жерге құлап, басын орындықтың аяғына соғып алды. Анашым. Осы бір дауыс әйелдің жүрегін қағайырды. Көз алдындағы дүниенің бәрі қарауытып кеткендей болды. Еденде жатқан ас үй пышағы көзіне оттай басылды. Ол пышақты қалай қолына алғанын өзі де аңғармай қалды. «Тоқта!» деп айқайлады әйел. Бірақ ер адам оған қарай тағы ұмтылды. Келесі сәтте үй іші үнсіз қалды. Жаңбырдың ғана тырсылдаған дыбысы естіліп тұрды. Ер адам еденге құлап түсті. Әйелдің қолындағы пышақ дірілдеп тұр. Мен не істедім? Ұлы көз жасын сүртіп, қатып қалған күйі анасына қарап тұрды. Сырттан полиция көлігінің сиренасы естілді. Бұл түн олардың тағдырын мәңгілікке өзгертетін еді. Полиция қызметкерлері үйге кіргенде, әйел қолындағы пышақты жерге қойып, еш қарсылық көрсетпеді. Көзінен жастықтар емес, тек ұлына қайта-қайта қарап тұрды. «Баламнан айырмаңыздаршы», деді ол дірілдеген дауыспен. 9 жасар бала анасына қарай жүгірмек болды. Анашым, мені тастама. Бірақ полиция қызметкері оны ақырын ұстап қалды. Анашым, мен сенімен барамын. Әйелдің жүрегі қарс айырылды. Жоқ құлыным, сен жақсы бала бол. Мен міндетті түрде ораламын. Ол осы сөзді айтқанымен қанша жылдан кейін қайта көретінін өзі де білмейтін. Бірнеше айдан кейін сот отырысы басталды. Залда тыныштық орнаған. Судья ұзақ уақыт бойы істің мән-жайын оқып шықты. Әйел жасаған ісін жасырмады. «Иә, пышақты мен ұстадым», деді ол көз жасын сүртіп. Бірақ ол күйеуінің жылдар бойы жасаған қорлығы туралы ештеңе айтпады. Ешкімді кінәламады, ешқандай ақталуға тырыспады. Өйткені ұлының әкесін жаман адам ретінде есінде сақтағанын қаламады. Бірнеше минуттан кейін судья орнынан тұрды. «Сот үкімімен айыпталушы 10 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылады». Залда отырған әйелдің аяғы қалтырап кетті. Ал артқы қатарда отырған ұлы көз жасына ерік берді. Анашым, үйге қайтайықшы. Бұл сөзді естіген ананың жүрегі езіліп кетті. Ол ұлына соңғы рет бұрылып қарады. Кешір мені құлыным. Сол күні олар екі түрлі жолмен кетіп бара жатты. Бірі темір торға, бірі анасынсыз өмірге. Екеуі де бұл айырылысудың тұп-тура 10 жылға созылатынын әлі білмейтін. Темір есік тарс жабылды. Сол дыбыс әйелдің жүрегіне мәңгі өшпестей таңба болып басылды. Ол алғаш рет түрме камерасына кірді. 4 қабырға, темір кереует, кішкентай терезе. Міне, алдағы 10 жылын өткізетін жері осы еді. Әйел кереуеттің шетіне үнсіз отырып қалды. Көз алдына қайта-қайта ұлының сот залындағы бейнесі келе берді. Анашым, үйге қайтайықшы. Осы сөз құлағынан кетпеді. Ол көз жасын тыя алмай жастығын құшақтап жылады. Ал сол күні 9 жасар бала әжесінің үйіне әкелінді. Үйдің іші тым-тырыс. Бала қолындағы анасымен бірге түскен ескі суретті қысып ұстап отыр. «Әже, анам қашан келеді?» деп сұрады ол. Әжесі ауыр күрсінді. «Әзірге келмейді балам». «Бір аптадан кейін келе ме?» Әжесі үнсіз қалды. «1 айдан кейін ше?» Кемпірдің көзіне жас үйірілді. «Біраз уақыттан кейін».
Бала ештеңе түсінбеді. Ол күнде кешке есікке қарап анасын күтетін болды. Әр көлік тоқтаған сайын «Анам келді ме?» деп жүгіріп шығатын. Бірақ келген анасы емес еді. Күндер өтті, апталар өтті, айлар өтті. Анасы келмеді. Бір күні мектепте мұғалім балаларға «Менің отбасым» тақырыбында шығарма жазыңдар деді. Барлығы әкесі мен анасы туралы жаза бастады. Ал ол болса ақ қағазға ұзақ қарап отырды. Қаламы жүрмеді. Соңында бар болғаны бір ғана сөйлем жазды. «Мен анамды қатты сағындым». Мұғалім дәптерді оқып отырып көз жасын әрең тыйды. Ал сыныптағы кейбір балалар «Оның анасы түрмеде отыр екен» деп сыбырласа бастады. Бұл сөздерді естіген бала басын төмен түсірді. Сол күннен бастап оның жүрегінде анасына деген сағынышпен бірге ауыр реніш те пайда бола бастады. Түрмеге келгеніне бір ай ғана болған. Бірақ Айманға бұл уақыт бір жылдай көрінді. Әр таң бірдей басталатын. Таңғы сағат 6-да кемір есік тарс ашылады. «Ояныңдар!» Қызметкердің қатқыл дауысы бүкіл дәлізге естілетін. Айман үнсіз орнынан тұрып төсегін жинайтын. Кейде оянған бойда қайда жатқанын ұмытып кететін. Бір сәтке бәрі түс сияқты көрінетін. Бірақ темір торды көргенде ғана шындық есіне түсетін. «Мен түрмедемін». Осы ой жүрегін күнде қайта жаралайтын. Сол күні тұтқын әйелдер асханаға бет алды. Бірі күліп келеді, бірі әзілесіп келеді. Ал Айман ешкіммен сөйлеспейтін. Қолындағы тәрелкеге ұзақ қарап отырды. Тамағына ас батпайтын. «Қызым, осылай жүре берсең, өзіңді құлатасың» деді. Жасы 50-лер шамасындағы әйел. Айман басын ғана изеді. «Тәбетім жоқ». «Бәріміз алғашында сондай болғанбыз». Айман үндемеді. Өйткені оның жанын ешкім түсіне алмайтындай көрінді. Кешке камераға қайтқанда жастырының астынан ұлының кішкентай суретін алып шықты. Бұл суретті полиция байқамай қалған екен. Суретте 9 жасар ұлы күлімдеп тұр. Ол суретті маңдайына тегізіп ұзақ отырды. «Қазір не істеп жүр екенсің, құлыным? Мен іздедің бе? Әлде ренжіп қалдың ба?» Жауап болмады. Тек көзінен аққан жас суреттің бетіне тамды. Түн ортасында бүкіл камера ұйықтап жатқанда Айман ғана ояу отырды. Ол терезеден көрінген кішкентай жұлдызға қарап ішінен дұға етті. «Уа Алла, маған қандай сынақ берсең де көтеремін. Тек ұлым аман болсын. Ол мені жек көрсе де дені сау, бақытты болып өссінші». Ол қолын жайып ұзақ отырды. Сол түні алғаш рет түрмеде емес, ұлының қасында жүргендей түс көрді. Түсінде ұлы жүгіріп келіп, «Анашым, үйге қайтайықшы» деді. Айман оны құшақтай бергенде темір есіктің тарс еткен дауысы естілді. Ол селк етіп оянып кетті. Алдында тағы да суық қабырға, тағы да темір тор. Бұл тек бастамасы ғана еді. Алда оны 9 жыл 11 айға созылатын ұзақ сынақ күтіп тұрғанын Айман әлі білмейтін. Айман түрмедегі өмірге әлде үйрен алмады. Әр кеш сайын ұйықтар алдында көз алдына бір ғана бейне келетін. Ұлының күлімдеген жүзі. Қазір мектепке барып жүрген шығар. Таңертең кім оятты екен? Таңғы асын ішті ме екен? Осындай ойлар оның жанын күн сайын мазалайтын. Бір күні таңертең тұтқын әйелдер тігін цехына жұмысқа жіберілді. Айман да олардың қатарында еді. Цехтың іші тігін машиналарының гүлінен жаңғырып тұрды. Барлығы өз жұмысына кірісті. Айманға балалардың жейделерін тігу тапсырылды. Ол кішкентай жейдені қолына алған сәтте жүрегі шым ете қалды. «Менің ұлым да осындай киім киетін еді». Қолындағы ине дірілдеп кетті. Көзінен аққан жас ақ матаның үстіне тамды. Жанында отырған егде әйел мұны байқап қалды. «Ұлым бар ма?» Айман үнсіз басын изеді. «Қанша жаста?» «9-да». «Сағынасың ба?» Айман жауап бере алмады, тек терең күрсінді. «Сағынбайтын ана бола ма?» Әлгі әйелде үнсіз қалды. Екеуі біраз уақыт ештеңе демей тігістерін жалғастырды. Түскі үзілісте Айман аулаға шықты. Аспанға ұзақ қарады. Бостандықтағы адамдар қазір не істеп жүр екен? Ұлы дәл осы сәтте қайда жүр? Ол анасын есіне ала ма? Әлде біртіндеп ұмытып бара ма? Осы сұрақтар маза бермеді. Сол күні кешке қағаз бен қалам сұрап алды. Ұзақ ойланып отырып, алғашқы хатын жаза бастады. «Құлыным, қазір сен бұл хатты оқи аласың ба, білмеймін. Бірақ мен саған бәрібір жазғым келді. Сен мені түсінбей жүрген шығарсың. Мен саған ренжімеймін. Тек бір нәрсені білші. Мен сені өмірімнен де артық жақсы көремін. Күндердің күнінде кездесетінімізге сенемін. Сол күнге дейін аман бол балам». Айман хаттың соңына «Сені мәңгі жақсы көретін анан» деп жазды. Хатты бүктеп, кеудесіне қысты.
Бұл қағаздың ұлының қолына тиер тигізбесін білмеді, бірақ үмітін үзгісі келмеді. Өйткені дәл сол үміт оған өмір сүруге күш беріп тұрған еді. Айман хатты түрме қызметкеріне тапсырғаннан кейін бірнеше күн бойы соны күтумен жүрді. Күн сайын жұмысқа барар алдында маған жауап келген жоқ па деп сұрайтын. Қызметкер басын шайқайтын. Әзірге ештеңе жоқ. Айман үнсіз кететін, бірақ жүрегіндегі үміт әлі сөнбеген еді. Ал сол уақытта ұлы Нұрдәулет әжесінің үйінде жаңа өмірге үйренуге тырысып жүрді. Әжесі оған барынша қамқорлық жасайтын. Таңертең ерте оятып, таңғы асын әзірлейді, мектепке шығарып салады. Кешке сабағын бірге қарайды, бірақ бір нәрсенің орнын ешкім толтыра алмады. Ол анасының мейірімі еді. Бір күні мектептен келген Нұрдәулет: «Әже, анама хат жазсам бола ма?» деп сұрады. Әжесі бір сәт үнсіз қалды. «Әрине, жаза ғой балам». Нұрдәулет бөлмесіне кіріп, ақ қағаз алды. Ұзақ отырып қалды. Не жазарын білмеді. Соңында қаламын алып: «Анашым, мен сені сағындым. Сен қашан келесің? Мен сені күтіп жүрмін» деп жазды. Қағаздың төменгі жағына кішкентай жүрек салып қойды. Хатты әжесіне қуана әкелді. «Әже, ертең поштаға апарамыз ба?» Әжесі хатты қолын алды. Оқып шыққан соң көзіне жас үйірілді. «Апарамыз құлыным». Бірақ сол түні кемпір ұзақ ұйықтай алмады. Ол хатты қайта-қайта қолына алып отырды. «Бұл хатты жіберсем, қызым өткен өмірін ұмыта алмай қиналады. Ал немерем түрме туралы қайта ойлана бастайды» деп ойлады. Таң ата ол ауыр шешім қабылдады. Хатты сандықтың ішіне салып қойды. Нұрдәулет болса, хаттың анасына жетпегенін білмеді. Сол күндері Айман да дәл сол сияқты ұлына жазған алғашқы хатын күтіп жүрген еді. Бірақ оның хаты да әлі ұлының қолына тимеген болатын. Екеуі бір-біріне хат жазды. Екеуі де бір-бірін сағынды. Бірақ тағдыр олардың сөздерін бір-біріне жеткізуге әлі мүмкіндік бермеді. Күз келді. Ағаштардың жапырағы сарғайып, түрме ауласын сары кілемдей басып жатты. Айман сол жапырақтарға ұзақ қарап тұрды. Қазір Нұрдәулет мектепке барып жүрген шығар. Сабақтары қалай екен? Ол ұлының әр күнін көз алдына елестететін, тіпті таңертең мектепке қандай киім киіп шығатынын да ойлайтын. Сол күні кешке камерадағы әйелдердің бірі: «Айман, сенің балаң бар деп естідім. Суреті бар ма?» деп сұрады. Айман үнсіз жастығының астынан ескі суретті алып шықты. Суреттің бұрыштары әбден тозып кеткен. Өйткені ол оны күн сайын қолына алатын. «Міне, ұлым». Әйел суретке қарап жымиып қойды. «Өте сүйкімді екен, қазір есейіп қалған шығар». Айман күрсініп: «Иә, бірақ оның қалай өсіп жатқанын көре алмаймын». Камера әші бір сәтке үнсіз қалды. Жандағы әйелдер де ана екенін жақсы түсінетін. Еш қайсысы артық сөз айтпады. Сол уақытта Нұрдәулет мектептен көңілсіз қайтты. Сөмкесін бұрышқа лақтырып жіберді. «Не болды балам?» деп сұрады әжесі. «Ештеңе». «Біреу ренжітті ме?» Нұрдәулет үндемей тұрды. Біраздан кейін ғана: «Олар мені түрмедегі әйелдің баласы деп мазақтады». Әжесінің жүрегі шымете қалды. «Балам, мен ешкіммен төбелескен жоқпын, бірақ бәрі маған басқаша қарайды». Кемпір немересін құшағына басты. «Ешкімнің сөзіне мән берме, сен жаман бала емессің. Бірақ неге менің анам ғана түрмеде?» Бұл сұраққа әжесі жауап бере алмады. Өйткені шындықты айтуға әлі ерте деп ойлады. Сол түні Нұрдәулет төсегінде ұзақ жатты. Терезеден аспанға қарап: «Анашым, сен шынымен жаман адамсың ба?» деп сыбырлады. Оның бұл сұрағын ешкім естімеді. Ал дәл сол сәтте түрмеде Айман да сол аспанға қарап тұрған еді. Екеуін бір ғана аспан біріктіріп тұрды, бірақ араларын биік қабырғалар мен ұзақ жылдар бөліп жатқан болатын. Келесі күні таңертең түрме ауласына қалың тұман түсті. Айман терезенің алдына келіп, кемір тордың арасынан сыртқа ұзақ қарады. Тұманның ар жағында ештеңе анық көрінбейтін. «Менің болашағымда дәл осындай бұлыңғыр ма екен?» деп ойлады ол. Кенет дәлізде ысқырық үні естілді. «Сапқа тұрыңдар!» Барлығы сыртқа шықты. Күндегі тәртіп, күндегі жұмыс. Бірақ Айманның жүрегі бәрібір ұлының жанында болатын. Тігін цехында бүгін мектеп формаларын тігіп жатқан. Көк түсті жейделер мен қара шалбарлар үстелдің үстіне үйіліп қалған. Айман бір жейденің жегін тігіп отырып, көз алдына Нұрдәулетті елестетті. «Қазір сенің де бойың өсіп кеткен шығар. Мүмкін саған да осындай үлкен өлшемдегі киім алып жүрген шығар». Ол еріксіз жымиып қойды. Сол сәтте цех бастығы: «Не болды?» деп сұрады. «Ештеңе, ұлым есіме түсіп кетті».
Әйел ештеңе демеді, тек иығына жай ғана қолын қойды. Бұл үнсіз жұбату Айманға көптен бері естімеген жылы сөздей әсер етті. Кешке қарай камераға қайтып келгенде, төсегінің үстінде кішкентай ақ конверт жатты. Жүрегі зу ете қалды. Жауап келді ме? Ол асығып конвертті ашты, бірақ ішінде өзіне қайтарылған баяғы хаты ғана жатыр екен. Сыртында мөр басылыпты. Мекен-жай бойынша жеткізу мүмкін болмады. Айман үнсіз отырып қалды. Демек, ұлым көшіп кеткен бе? Ол басқа ештеңе ойлай алмады. Хаттың шын мәнінде ұлына жіберілмегенін, жолға да шықпағанын ол қайдан білсін? Көзінен жас үнсіз сырғып түсті. Ал дәл сол кеште Нұрдәулет бөлмесіндегі шкафты жинастырып жүріп, ескі альбом тауып алды. Альбомның алғашқы бетінде ата-анасының жас кезіндегі суреттері тұр екен. Ол суретке ұзақ қарап қалды. Анасы күлімдеп тұр, әкесі де күліп тұрғандай. Сонда олар бұрын бақытты болған ба? Осы уақытқа дейін ол ата-анасының бірге түскен суретін көрмеген еді. Сол кезде бөлмеге әжесі кіріп келді. Не қарап отырсың, балам? Нұрдәулет альбомды көтеріп көрсетті. Әже, анам бұрын қандай адам болған? Кемпір үнсіз қатып қалды. Бұл сұрақтың жауабын айтып беру оңай емес еді. Ол жай ғана, анаң өте мейірімді жан болатын деді, баяу ғана. Онда қалайша бәрі бұлай болып кетті? Әжесі терең күрсінді. Бір күрін айтып берем, балам, бірақ ол күннің қашан келетінін өзі де білмейтін. Поста келіп жетті. Түрме ауласын аппақ қар басып қалды. Айман терезеден сыртқа қарап тұрды. Қалың қардың астында қалғық ағаш бұтақтарына көзі түсті. Нұрдәулет қарды жақсы көретін. Есіне ұлының 7 жасындағы бір күні түсті. Сол күні алғаш қар жауған. Нұрдәулет есіктің алдына жүгіріп шығып, «Анашым, жүрмізші, аққала жасайық» деп мәз болған. Айман жұмыстан шаршап келсе де, баласының көңілін қимай сыртқа шыққан. Екеуі күліп жүріп, үлкен аққала жасап еді. Кешке үйге кіргенде кішкентай ұлы, «Бұл менің өмірімдегі ең жақсы күн болды» деп анасының мойнынан құшақтаған. Сол сәтті есіне алған Айман еріксіз жымиып, артынша көзінен жас сорғалап кетті. «Мен де сенімен өткізген әр күнімді сағынып жүрмін, құлыным». Сол уақытта Нұрдәулет мектептен келе жатып, дүкеннің жанында қардан аққала жасап жатқан балаларды көрді. Олар мәз болып күліп жүр. Нұрдәулет те бір сәт тоқтап қалды. Көз алдына көмескі ғана бір естелік келді. Өзі, қасында анасы. Екеуі күліп жүріп, қар домалатып жатыр. Ол есіне анық түсіре алмады, тек жүрегі бір түрлі ежіреп кетті. Неге екенін білмеймін, бірақ осы көрініс маған сондай таныс. Ол үнсіз үйіне қарай жүріп кетті. Кешкі ас үстінде әжесі, «Балам, ертең демалыс, не істегің келеді?» деп сұрады. «Білмеймін. Достарыммен ойнамайсың ба?» «Жоқ». Әжесі немересінің соңғы кездері тұйықталып кеткенін байқап жүрді. Бұрын көп күлетін бала қазір көп ойланып кеткен. Тамақ ішіп болған соң Нұрдәулет бөлмесіне кірді. Сөренің үстінде тұрған ескі суретке тағы да көзі түсті. Суретте өзі мен анасы құшақтасып тұр. Ол суретті қолына алып, «Анашым, егер сен жаман адам болсаң, неге мына суретте маған осылай күліп қарап тұрсың? Ал егер жақсы адам болсаң, неге бәрі сені жаман дейді?» Бұл сұрақтарға жауап таба алмай, суретті қайта орнына қойды. Ал дәл сол түні Айман да ұлының дәл сол суретін қолына алып, ұйықтай алмай отыр еді. Екеуі бір-бірінен алыс болғанмен, бір суретке қарап, бір-бірін дәл сол сәтте сағынып отырғанын екеуі де білмейтін. Ыс күндері бірінен соң бірі өтіп жатты. Түрмеде әр күн бір-біріне ұқсайтын. Таңғы тексеріс, жұмыс, түскі ас, қайтадан жұмыс, кешкі санау, темір есіктің тарс жабылған үні. Бірақ Айман күндерді бос өткізбейтін. Күнтізбенің әр бетін сызып отырып, ұлының жасын есептейтін. Бүгін 10 жас, 3 ай. Бүгін 10 жас, 4 ай. Ол ұлының туған күнін ешқашан ұмытқан емес. Бір күні түрме кітапханасына баруға рұқсат берілді. Айман сөрелерді аралап жүріп, балалар ертегілер жинағын көрді. Кітапты қолына алып, баяу парақтады. Бір кезде ішінен кішкентай қағаз түсіп кетті. Онда бір тұтқынның баласын арнап жазған тілек екен. «Қандай жағдай болса да, анаң сені жақсы көруді тоқтатпайды». Осы бір сөйлем Айманның жүрегіне қатты әсер етті. Ол кітапты кеудесіне қысып, көз жасын сүртті. Сол кеште Айман тағы да хат жазуға отырды. Бірақ бұл жолы ол хатты жіберу үшін емес, сақтап қою үшін жазды. «Құлыным Нұрдәулет, бүгін сенің 10-шы туған күнің шығар.
Мен сенім жаныңда бола алмадым, саған сыйлықта бере алмадым. Бірақ күн сайын сен үшін дұға етемін. Бір күні бұл хаттардың бәрін өз қолыма табыстаймын деп сенемін. Егер мені кешіре алмасаң да, сені әрдайым жақсы көретінімді ұмытпа, анам. Айман хатты бүктеп, жастығының астындағы кішкентай қорапқа салды. Ол қорапта енді бірнеше хат жиналып қалған еді. Ал сол күні Нұрдәулет мектептен үйіне ерекше көңілсіз оралды. Сыныптастары оның туған күніне дайындалып жатқанын айтып, әркім өз ата-анасы туралы әңгімелеген. Біреу, әкем велосипед алып береді. Екіншісі, анам торт пісіреді, деп қуанып жатты. Нұрдәулет үнсіз тыңдап отырды. Мұғалім оған қарап, Нұрдәулет, сен туған күнімді қалай тойлайсың, деп сұрады. Ол сәл ойланып қалды, сосын жай ғана. Әжем екеуміз станып іші тып-тыныш болып кетті. Мұғалім де басқа сұрақ қоймады. Кешке әжесі шағын торт алып келді. Шамды жағып, «Тілек балам», деді. Нұрдәулет көзін жұмды. Анашым аман болсын. Ол бұл тілегін ешкімге айтпады. Бірақ дәл сол сәтте түрмеде Айман да терезе алдында тұрып, «Ұлым аман болсын, қайда жүрсе де бақытты болсын» деп дұға жасап тұрған еді. Екеуі бір-бірінен бейхабар болса да, дәл сол кеште бір-біріне тілек арнаған болатын. Нұрдәулеттің туған күні өткеніне бірнеше күн болды. Өмір бұрынғы қалпына қайта түскендей көрінді. Таңертең мектеп, түстен кейін үй тапсырмасы, кешке әжесіне қолғабыс ету. Бірақ оның жан дүниесінде бір сұрақ мазалай беретін. Анам неге бұлай істеді? Бір күні сабақтан кейін Нұрдәулет дүкенге нан алуға шықты. Дүкеннің алдында ауылдың бірнеше үлкен кісісі әңгімелесіп тұр екен. Ол үндемей өтіп бара жатқан. Сол сәтте бір әйелдің сөзі құлағына анық естілді. Байғұс бала, әкесінен де анасынан да ерте айырылды ғой. Екінші әйел күрсініп. Иә, әкесін өз анасы өлтірді дегенде естігенде жаным ашиды. Нұрдәулеттің аяғы еріксіз тоқтап қалды. Ол артына бұрылмады. Тек үнсіз тыңдап тұрды. Бірақ мен бір нәрсеге әлі күнге дейін сенбеймін, деді үшінші әйел. Неге? Айман ондай қатыгез адам емес еді. Бір гәп болған сияқты. Сот шешім шығарды ғой, демек кінәлі болған. Кінәлі болғанмен шындықтың бәрін біз қайдан білеміз? Нұрдәулет бұдан артық тыңдай алмады. Қолындағы нанын қысастап, үйіне қарай жүгіріп кетті. Үйге кірген бойда сөмкесін жерге қойды. Әжесі ас үйден шығып, «Не болды балам? Өмің қашып кетіпті ғой». Нұрдәулет үнсіз тұрды. Бірнеше секундтан кейін ғана, «Әже, анам шынымен әкемді өлтірді ме?» Бұл сұрақты естіген әженің қолындағы кесесі дірілдеп кетті. Ол жайлап үстелге қойды. «Саған мұны кім айтты?» «Ауылдағы адамдар». Әжесі терең күрсінді. Бөлме іші үнсіз қалды. «Әже, айтыңызшы». Кемпір орындыққа жайлап отырып, «Иә, балам, сот солай шешім шығарды». Нұрдәулеттің жүрегі шым ете қалды. Сонда бәрі рас па? Әжесі бірден жауап бере алмады. Өйткені бұл сұрақтың жауабы бір ғана «иә» немесе «жоқ» емес еді. Кейде адамның өмірінде сырт көзге көрінбейтін жағдайлар болады, балам. Қандай жағдай? Оны саған айтуға әлі ерте. Неге бәрі әлі ерте дейді? Мен бала емеспін ғой. Дауысы еріксіз көтеріліп кетті. Бұл оның әжесіне алғаш рет ренжіп сөйлеген еді. Кемпір үнсіз көз жасын сүртті. Ол немересін жоғалтып алудан қорқатын, бірақ шындықты жасыру да күннен күнге қиындай түсті. Сол түні Нұрдәулет ұзақ ұйықтай алмады. Терезеден жұлдыздарға қарап жатып, іштей бір ғана сұрақты қайталай берді. Анашым, сен қандай адам едің? Ал жүздеген шақырым жерде, темір тордың ар жағында Айман да дәл сол жұлдыздарға қарап тұрған еді. Ол да жалғыз ғана сөзді сыбырлады. Кешір мені, құлыным. Екеуінің арасын ұзақ жол мен биік қабырғалар бөліп тұрса да, ана мен баланың ойы сол түні бір-біріне қарай ұмтылған еді. Қыс біртіндеп аяқталып, күннің көзі жиі көріне бастады. Түрменің сұр қабырғаларына да жылы сәуле түскендей еді. Бірақ Айманның жүрегіндегі сағыныш бұрынғыдан бетер тереңдей түсті. Сол күні таңғы жұмыстан кейін камераға жаңа тұтқын әкелінді. Жасы 40-тарға таяған әйел екен. Ол айналасына үнсіз көз жүгіртіп, бос тұрған төсекке жайғасты. Біраз уақыттан кейін өзі әңгіме бастады. Менің атым Гүлнәр. Айман басын изеп, мен Айманмын деді. Отбасың бар ма? Айман сәл үнсіз қалды. Бір ұлым бар. Жасы қаншада? Онда Гүлнәр жымиып,
Демек сені сыртта күтіп жүрген бір жан бар екен. Айманым жанарына жас толды. Білмеймін, күтіп жүр ме, жоқ па? Сол күні кешке екі әйел ұзақ сөйлесті. Гүлнәр өзінің қыздары туралы айтып берді, ал Айман ұлының бала кезіндегі қызықтарын еске алды. Нұрдәулет кішкентай кезінде жаңбыр жауса болды, аулаға жүгіріп шығатын. Бір күні үсті басы малмандай су болып келді. Мен ұрсалмай күліп жібергенмін. Тағы бір күні ас үйге кіріп алып, «Анашым, бүгін мен саған шай дайындаймын» депті. Шайды өзі қайнатпақ болып, қанттың орнына тұз салып қойған. Сол күнді әлі ұмытқан жоқпын. Айман күліп еді. Сол күлгінім соңынан көз жасы келді. Осындай естеліктер ғана мені тірі ұстап жүр. Гүлнәр оның қолынан ақырын ұстады. Үмітімді үзбе. Ал сол уақытта Нұрдәулет үйдің қоймасын жинастырып жүрді. Әжесі: «Анау ескі сандықты да қарап шықшы, керек емес заттарды бөлек қой» деді. Нұрдәулет сандықтың қақпағын ашты. Ішінде ескі киімдер, сарғайған суреттер мен қағаздар жатыр екен. Бір бұрыштан қалың көк түсті дәптерді байқап қалды. Сыртында ештеңе жазылмаған. Ол дәптерді ашып көрмек болғанда, дәл сол сәтте әжесі бөлмеге кіріп келді. Көкөй дәптерді көрген бетте өңі өзгеріп кетті. «Балам, оны қазір оқыма». «Неге?» «Әлі уақыты келген жоқ». Тағы да сол сөз бе? Нұрдәулет дәптерді қолынан шығарғысы келмеді. «Әже, бұл не дәптер?» Кемпір терең күрсінді. «Ол сенің әкеңнің күнделігі». Нұрдәулеттің жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Ол дәптерге қайта қарады. «Әкем күнделік жазған ба?» Осы сәттен бастап оның өмірі күтпеген бағытқа өзгеретінін ешкім білмейтін. Нұрдәулет көк дәптерді қолынан түсірмеді. «Әже, неге оқуға болмайды?» Кемпір оның жанына жайлап келіп отырды. «Балан, кейбір шындықты адам уақытынан бұрын білсе, жүрегі көтермей қалады. Мен 10 жастамын, ештеңе түсінбейді деп ойлайсыз ба?» «Олай емес. Онда неге бәрін менен жасырасыздар?» Әжесі жауап бере алмай үнсіз қалды. Бөлмені ауыр тыныштық басты. Біраз уақыттан кейін әжесі дәптерді қолына алды. «Бұл сенің әкеңнің жеке күнделігі. Ол анда-санда өз ойларын жазатын». «Ішінде не бар?» «Мен де түгел оқыған жоқпын». Бұл сөз рас еді. Күнделіктің алғашқы беттерін ғана көрген, қалғанын ашуға жүрегі дауламаған. Өткенді қайта еске алғысы келмейтін. «Мен оқысам бола ма?» Кемпір сәл ойланып қалды, сосын басын шайқады. «Әлі ерте балам». «Қашан?» «Өскенде». Нұрдәулет ренжіген күйі орнынан тұрып далаға шығып кетті. Күн еңкейіп бара жатқан. Ауыл сыртындағы төбеге барып отырды. Ол жерге бұрын әкесімен бірге барғаны көмеске есінде. Жел баяу есіп тұр. Нұрдәулет көкжиекке қарап ұзақ ойланды. Егер әкем жаман адам болмаса, анам неге оны өлтірді? Ал егер анам жаман адам болса, неге әжем оны жамандамайды? Екі ой бір-біріне мүлде қайшы еді, бірақ ешқайсысына нақты жауап жоқ. Сол уақытта түрмеде Айман жұмыстан кейін кітапханада отырған. Сөрелердің арасынан отбасы туралы кітапты алып, үнтес парақтап отырды. Кенет ішінен кішкентай қағаз түсіп кетті. Біреу кітаптың арасына мынадай сөз жазып кетіпті. «Өткенді өзгерту мүмкін емес, бірақ болашаққа үмітпен қарауға болады». Айман қағазды ұзақ қарап отырды. Үміт. Ол осы сөзді ақырын қайталады. Соңғы айларда дәл осы үміт оны құлатпай ұстап тұрған еді. Бостандыққа шығуына әлі көп уақыт бар. Олың көруге де әлі ерте. Бірақ ол күннің бір келеріне сенгісі келді. Кешке камераға оралған соң Айман жастығының астындағы қорапты ашты. Ішінде ұлына жазылған бірнеше хат жатыр. Ол олардың бірін қайта оқып шықты. Соңғы жолына көзі түсті. «Егер бір күні мені кешіре алсаң, мен өзімді қайта туғандай сезінемін». Айман хатты қайта бүктеп қойды. Сол күнге жетсем екен. Ал дәл сол сәтте Нұрдәулет үйіне қайтып келе жатып бір шешім қабылдады. Ол әкесінің күнделігін қалай болғанда да оқып шығатын болды. Сол түні үй іші ерте тынышталды. Әжесі намазын оқып бөлмесіне кірді. Нұрдәулет төсегіне жатқанымен көзіне ұйқы ілінбеді. Оның ойынан көк дәптер кетпеді. Ішінде не жазылған? Неге әжем оны оқытқысы келмейді? Осы сұрақтар мазасын алды. Түн ортасы ауғанда ол жайлап орнынан тұрды. Есікті ақырын ашып дәлізге шықты. Үй іші тып-тыныш. Тек қабырғадағы сағаттың тықылы ғана естіледі. Ол қоймадағы сандыққа жақындады. Қақпағын баяу көтерді. Көк дәптер әлі сол жерде жатыр екен. Нұрдәулет оны қолына алып бөлмесіне қайта кірді. Есікті ақырын жауып, үстел шамын жақты. Жүрегі қатты соғып тұр.
Ол дәптердің бірінші бетін ашты. Ішкі бетте әкесінің өзін-өз қолмен жазылған бір сөйлем тұр екен. Егер бұл күнделікті бір күні ұлым оқыса, менің мінсіз адам болмағанымды білсін. Нұрдәулеттің қабағы түйілді. Неліктен әкем бұлай жазған? Ол келесі бетті ашты. Бүгін тағы да Айманмен ұрысып қалдым. Ашуымды тежей алмадым. Кейде өзімді өзім танымай кетемін. Оның көзіндегі қорқынышты көремін. Бірақ кейін бәрі түзеледі деп өзімді жұбатамын. Нұрдәулет оқи бергенде тынысы тарылып кетті. Бұл оның әкесі туралы бұрын соңды естімеген сөздер еді. Күнделіктің келесі жолында. Олым мені осындай күйде көрмесе екен, деп жазылыпты. Нұрдәулет дәптерді жайлап жауып қойды. Оның ойы сан-саққа жүгірді. Әкем, шынымен осындай адам болған ба? Дәл сол сәтте есік сықырлап ашылды. Бөлмеге әжесі кіріп келді. Ол Нұрдәулеттің қолындағы дәптерді көріп, бірден бәрін түсінді. Бірақ ұрыспады. Жай ғана жанына келіп отырды. Оқып қойдың ба? Нұрдәулет үнсіз басын изеді. Әже, бұл рас па? Кемпірдің жанары жасқа толды. Балам, адамның өмірі бір ғана беттен тұрмайды. Бұл күнделіктің жалғасы да бар. Ол дәптерді ақырын жауып қойды. Бірақ қалғанын бүгін оқымай-ақ қой. Неге? Өйткені сен бәрін бірден білсең, өз қорытындыңды асығыс шығарып қоюың мүмкін. Нұрдәулет үнсіз қалды. Ол өмірінде алғаш рет әкесі туралы ойын қайта қарастыра бастаған еді. Ал жүздеген шақырым жерде Айман ұйықтар алдында тағы бір дұға жасады. Уа Алла, ұлымның жүрегіне мейірім бере көр. Ол ұлы дәл осы түні әкесінің күнделігін ашқанын, ал тағдырдың баяу-баяу екеуін шындыққа жақындатып келе жатқанын әлі білмейтін. Сол түннен кейін әжесі бір сәтке де тыныштық таппады. Немересінің қолындағы көк дәптер көз алдынан кетпеді. Таң намазынан кейін ол сандықты қайта ашты. Дәптерді қолына алды. Беттерін баяу парақтады. Көзінен жас сорғалап кетті. Кешір мені. Бірақ бұл шындықты қазір білсе, бала көтере алмайды. Ол аулаға шықты. Ескі пештің ішіне күнделікті ақырын салды. Сіріңкені тұтатты. От біртіндеп көк мұқабаны шарпып өтті. Бірнеше минуттан кейін дәптерден күл ғана қалды. Әжесі үнсіз жылап тұрды. Бір күні бәрін өзім айтып берем. Бірақ бүгін емес. Жылдар сырғып өте берді. Көктем өтті, жаз өтті, күз өтті, қыс қайта келді. Осылайша 4 жыл өте шықты. Нұрдәулет 14 жасқа толды. Бала мінезі мүлде өзгеріп кеткен еді. Бұрынғы жуас, сабырлы бала жоқ. Орнына ашушаң, ешкімге сыр ашпайтын жасөспірім келді. Мектептен келе сала бөлмесіне кіріп кететін, әжесінің айтқанын тыңдамайтын. Балам, кеш болып қалды, еге ерте кел десе, мен кішкентай емеспін, деп есікті таш жауып кететін. Бір күні түнгі сағат 12-ден асса да, Нұрдәулет үйге оралмады. Әжесі қайта-қайта телефон соқты, бірақ тұтқаны ешкім көтермеді. Кемпір алаңдап есік алдында күтіп отырды. Тек түнгі егілер шамасында Нұрдәулет келді. Киімнің жеңі жыртылған, ерні қанат тұр. Не болды? Ештеңе. Біреумен төбелестің бе? Иә. Не үшін? Нұрдәулет үнсіз тұрды. Біраздан кейін ғана ашумен. Олар мені түрмедегі әйелдің баласы деді. Мен үндемедім. Тағы айтты. Сосын шыдай алмадым. Әжесі немересінің жараланған бетін ақырын сүртіп жатып. Төбелеспен ештеңе шешілмейді, балам. Онда не істеймін? Бәрі мені мазақ етеді. Күн өткен сайын Нұрдәулеттің жүрегінде анасына деген өкпе көбейе берді. Егер анам ондай іс жасамағанда, мен мұндай қорлық көрмес едім. Ол осы ойды қайта-қайта қайталайтын. Бір жексенбі күні әжесі батылдық жинап. Балам, қаласаң, анаңа барып қайтайық. Ол сені қатты сағынып жүр. Нұрдәулет орнынан атып тұрды. Жоқ. Бірақ мен бармаймын. Ол сенің анаң ғой. Менің анам жоқ. Бұл сөз үй ішін тып-тыныш көп жіберді. Әжесінің қолындағы кесе жерге түсіп, быт-шыт болды. Ол менің өмірімді құртып жіберді. Мені бәрі мазақ етеді. Мен оны көргім де келмейді. Нұрдәулет есікті тарс жауып, үйден шығып кетті. Ал әжесі сынған кесенің сынықтарын емес, немересінің жүрегінде сынып жатқан мейірімді жинай алмай отырғанын сезді. Ал сол түрмеде Айман ұлына тағы бір хат жазып отыр еді. Ол ұлының дәл қазір өзін жек көріп кеткенін әлі білмейтін. Нұрдәулет үйден шығып кеткен бойы ауылдың шетіне қарай жүре берді. Күн әлдеқашан батып кеткен. Көшеде шамдар ғана жылтырайды.
Қалтасына қолын салып, ашумен аяғы жеткен жерге дейін кете берді. Телефоны қайта-қайта шарылдап жатты. Әже, ол қоңырауға жауап бермеді. Бірнеше минуттан кейін тағы қоңырау түсті. Тағы да әжесі. Нұрдәулет телефонның дыбысын өшіріп, қалтасына салып қойды. Бәрі шаршатты. Ауыл сыртындағы ескі футбол алаңында достар отыр екен. «Ей, Нұрдәулет, бері кел!» Ол үнсіз барып отырды. «Не болды саған?» «Ештеңе». «Үйде тағы ұрыстыңдар ма?» «Қойшы». Достары бір-біріне қарап қойды. Олар Нұрдәулеттің соңғы кезде қатты өзгергенін байқап жүрген. Бұрын әзілғой күлімдеп жүретін, қазір ашуға тез берілетін болды. Бір кезде алаңға басқа ауылдың бірнеше жігіті келді. Бірі Нұрдәулетке қарап күліп: «Ей, сен сол, түрмедегі әйелдің баласысың ғой?» Нұрдәулет үндемеді. «Анаң әкеңді өлтірген дейді, рас па?» Достары: «Қойыңдар, киіспеңдер» деді. Бірақ әргі жігіт тоқтамады. «Әлде сенде анаңа тартқансың ба?» Осы сөз Нұрдәулеттің ашуын бірақ шығарды. Ол орнынан атып тұрып, әргі жігітке жұдырық жұмсады. Бір сәтте төбелес басталып кетті. Жарты сағаттан кейін полиция келіп балаларды ажыратты. Барларының ата-анасына хабар берілді. Әжесі бөлімшеге жеткенде Нұрдәулет орындықта басын төмен салып отыр екен. Кемпір ештеңе демеді, тек немересінің иығына күртесін жауып қойды. Үйге қайтар жолда да үнсіздік орнады. Үйге кірген соң ғана әжесі баяу сөйледі. «Балам, сенің жаныңның ауырып жүргенін түсінемін». «Түсінбейсіз». «Түсінемін». «Жоқ». Нұрдәулет үстелді жұдырығымен бір ұрып жіберді. «Егер анам мұны істемегенде, мен бүгін бұлай өмір сүрмес едім. Мені ешкім мазақ етпес еді. Мен оны ешқашан кешірмеймін». Әжесі көз жасын тыя алмады. «Балам, адам өмірінде сырт көз білмейтін шындықтар болады. Маған шындықтың керегі жоқ. Ол менің анам емес». Ол бөлмесіне кіріп, есікті ішінен құлыптап алды. Сол түні Нұрдәулет төсегінде көз ілмей жатты. Ашуы басылған сайын жүрегі босап бара жатты. Бірақ намысы оған жылауға мүмкіндік бермеді. Ал түрмеде Айман болса, ұлының суретін қолына ұстап: «Қазір қандай болып өсті екен? Даусы жуандаған шығар. Мені әлі есіне алам екен?» деп көбірледі. Ол ұлының дәл осы түні «Мен оны ешқашан кешірмеймін» деп айтқанын қайдан білсін. Төбелестен кейін бірнеше күн өтті. Нұрдәулет бұрынғыдан да тұйық болып кетті. Мектепке барып келеді, бірақ ешкіммен араласпайды. Үзілісте жалғыз өзі терезенің алдында тұрады. Сыныптастар да оған көп жақындай бермейтін. Бірі аяйтын, бірі сыртынан сыбырласатын, ал кейбірі әдейі тиісетін. Бір күні соңғы сабақтан кейін сынып жетекшісі: «Нұрдәулет, біраз қалып кетші» деді. Қалған оқушылар шығып кеткен соң, мұғалім оған орындық ұсынды. «Соңғы кезде сабаққа көңіл бөлмей жүрсің. Бәрі жақсы?» «Жоқ, жақсы емес. Күнде төбелес, күнде ашу. Бір нәрсе сені қатты мазалап жүр». Нұрдәулет үнсіз қалды. Біраздан кейін ғана: «Апай, егер адамның анасы қылмыс жасаса, балада өмір бойы соны көтеріп жүру керек пе?» Мұғалім бірден жауап бермеді. «Жоқ, балам. Әр адам өз ісіне өзі жауап береді. Бірақ адамдар бәрібір сөйлейді. Адамдардың сөзі әрқашан болады. Ең бастысы, өзіңнің қандай адам болып өсетінің». Нұрдәулет басын изегенімен жүрегіндегі ауырлық жеңілдеген жоқ. Кешке үйге келгенде әжесі дастархан жайып қойған екен. «Кел, тамақ іш». «Қарным аш емес. Таңертеңнен бері дұрыс тамақтанбадым. Айттым ғой, жемеймін». Ол бөлмесіне кіріп кетті. Әжесі үнсіз ғана тамақты қайта жинады. Түн ортасында Нұрдәулет бөлмесінен шықты. Ас үйге барып су ішті. Қараса, әжесі әлі ұйықтамаған екен. Қолында ескі фотоальбом. Көзінен жас ағып отыр. «Әже, кемпір суреттерді асығыс жауып қойды. Ұйықтамадың ба, балам? Не қарап отырсыз?» «Ескі суреттер». Нұрдәулет альбомды қолына алды. Бірінші бетінде анасы мен әжесі күліп түскен сурет. Екінші бетінде кішкентай кезіндегі өзі. Үшінші бетінде әкесі мен анасы үйленген күнгі сурет. Барлығы бақытты көрінеді. Нұрдәулет суретке ұзақ қарап қалды. Олар шынымен бір-бірін жақсы көрген бе? Әжесі ауыр күрсінді. «Иә, өте қатты жақсы көрген». «Онда неге бәрі осылай аяқталды?» Бұл жолда әжесі жауап бере алмады. Өйткені ол жауап бір ғана сөйлеммен айтылатын жауап емес еді.
Түннің бір уағында Нұрдәулет қайтадан үйден шығып кетті. Бұл жолы ешкімге айтпады. Ауыл ішімен жалғыз жүріп кіреді. Кенет жолдың арғы бетінде екі ер адамның әңгімесін естіп қалды. Ертең қаладағы түрмеге барамыз. Кімге? Туысымыз отыр ғой. Түрме деген сөзді естігенде Нұрдәулет еріксіз тоқтап қалды. Бір сәтке ойына анасы келді. Бірақ сол ойын бірден қуып жіберді. Жоқ, мен оған бәрібір бармайым. Ол қараңғы көшеге қарай баяу басып кетті. Ал түрмеде Айман болса, дәл сол түні ұлының 15 жасқа толуына аз уақыт қалғанын күнтізбеден белгілеп отыр еді. Уақыт жылжып бара жатты, бірақ ана мен баланың арасы әлі де алыстай берді. Көктем келді. Нұрдәулет 15 жасқа толды. Бірақ оның туған күні бұрынғыдай қуаныш әкелмеді. Әжесі шағын ғана дастархан жайып, өз қолымен бауырсақ пісірді. Үстелдің ортасына кішкентай торт қойды. Туған күнің құтты болсын балам деп күлімсіреуге тырысты. Нұрдәулет үнсіз ғана орындыққа отырды. Тілек тіле. Ол шамдарға біраз қарап тұрды, сосын бірақ деммен өшірді. Не тіледің? Деп сұрады әжесі. Ештеңе. Әр адамның арманы болады ғой. Нұрдәулет ащы жымиып қойды. Кейбір адамның арманы орындалмайды. Әжесінің жүрегі шым ете қалды. Сол күні кешке ауылдың бірнеше баласы туған күнмен құттықтауға келді. Біраз уақыт бәрі күліп әңгімелесіп отырды. Бірақ сыртқа шыққанда олардың бірі байқамай, Нұрдәулет, сенің анаң биыл шыға ма, әлі отыра ма деп сұрап қалды. Барлығы үнсіз қалды. Нұрдәулеттің жүзі бірден өзгерді. Оның атын менің қасында атамаңдар. Даусы қатты шықты. Балалар да сасып қалды. Біз жай ғана сұрадық. Қайталап айттым. Оның атын менің жанымда атамаңдар. Ол бұрылып үйге кіріп кетті. Сол түні әжесі тағы да сөз бастады. Балам, сенің анаң бірнеше рет сенімен кездесуге өтініш берген. Нұрдәулет үнсіз тыңдап отырды. Ол әр жылы туған күнінде хат жазады. Жетеді. Тыңдап алшы. Маған оның хаттарының керегі жоқ. Ол сені қатты сағынады. Ал мен сағынбаймын. Бұл сөзді айтқанда Нұрдәулеттің даусы дірілдеп кетті. Бірақ ол көз жасын көрсетпеуге тырысты. Ол мені ойлаған болса, сол түні бәрін басқаша істер еді. Әжесі көзін төмен салды. Сен барлық шындықты білмейсің. Маған бәрібір. Нұрдәулет орнынан тұрып, есікті тарс жауып шығып кетті. Сол уақытта түрмеде Айман кішкентай үстелдің басында отыр еді. Алдында тағы бір хат. Бұл жолы ол бұрынғыдай ұзақ жазбады. Бір ғана сөйлем жазды. Балам, сен мені кешірмесең де, мен сені өмірінің соңына дейін күтемін. Хатты бүктеп, алдыңғы хаттардың жанына қойды. Қораптың ішінде жылдар бойы жиналған ондаған хат жатыр еді. Бірде-біреуі ұлының қолына жетпеген. Ал Айман мұны әлі де білмейтін. Күндердің бір күні Айманды түрме қызметкері шақырды. Айман, сізге хат келді. Айманның жүрегі дүрсілдеп кетті. Соңғы рет хат алғанына бірнеше жыл болған. Ол конвертті қолына алып, таныс жазуды бірден таныды. Анасы Күлештан. Айман конвертті дірілдеген қолмен ашты. Ішінен бірнеше фотосурет жерге сырғып түсті. Алғашқы суретте мектеп формасын киген Нұрдәулет күлімдеп тұр екен. Екіншісінде футбол добын құшақтап алған. Үшіншісінде сыныптастарымен бірге түскен. Айман суреттерді құшақтап ұзақ жылады. Қолыным, қандай үлкен болып кеткенсің. Ол әр суретті қайта-қайта сүйіп шықты. Соңғы суреттің артына әжесі кішкентай ғана жазу қалдырытты. Айман, уайымдама. Немерем аман, сабағын оқып жүр. Кейде ашуланып кетеді, бірақ жақсы бала болып өсіп келеді. Саған суреттерін білдірмей түсіріп жіберіп отырмын. Бір күні бәрі жақсы болады деп сенемін. Айман хатты кеудесіне қысты. Рахмет апа. Көп жылдан кейін алғаш рет ұлының өскен жүзін көрген ана, сол түні көз жасын төккенімен жүрегіне үміт қайта оралды. Ал дәл сол күні Нұрдәулет мектептен келіп, әже, бүгін менің суретімді неге сұрадыңыз? Альбомға сақтайын деп едім, балам. Телефонмен де түсірдіңіз ғой? Есейіп барасың, естелік болсын дедім. Нұрдәулет күмәнданған жоқ. Ол әжесінің сол суреттерді жасырын түрде анасына жіберіп жүргенін қайдан білсін. Ал Айман болса, сол фотоларды жастығының астына салып, әр кеш сайын ұйықтар алдында қарап шығатын болды. Енді оның өмір сүруге тағы бір себебі бар еді. Айман сол күннен бастап фотосуреттерді жанынан тастамады. Таңертең жұмысқа шығар алдында бір қарап алатын. Кешке камерасына оралғанда тағы қолына алатын. Ұлының әр суретіне ұзақ үңілетін.
Мына суретте шашынды қысқалдырыпсың, ал мына жерде күліп тұрсың. Бірақ көзің бұрынғыдай мұңды екен құлыным. Ол суреттерді саусағымен ақырын сипап отырып, ұлының жүзіне қарап сөйлесетін. Камерадағы әйелдер де оған ештеңе демейтін. Өйткені бәрі ананың сағынышының қандай болатынын түсінетін. Бірнеше аптадан кейін тағы хат келді. Бұл жол ішінде бір ғана сурет бар екен. Нұрдәулет мектептің спорт жарысында медаль алып, марапаттау сәтінде түсіпті. Айман суретті көргенде жүзіне күлкі үйірілді. Жарайсың балам. Ол суреттің артындағы жазуды оқыды. Айман. Нұрдәулет соңғы кезде ер жетіп қалды. Мінезі қиындап барады. Бірақ жүрегі жаман емес. Кейде түнге дейін үйге келмей қояды. Саған әлде ренжулі. Дегенмен мен үмітімді үзбеймін. Айман хатты ақырын бүктеді. Мен де үзбеймін, апа. Ал ауылда Нұрдәулет бұрынғыдан да үйге сирек келетін болды. Мектептен кейін достарымен кетеді. Кейде өзен жағасында отырып әңгімелеседі. Кейде футбол ойнайды. Ал кейде ешкіммен сөйлеспей жалғыз жүреді. Әжесі әр кеш сайын қақпа алдына шығып жолға қарайлайтын. Қайда жүр екен? Бір күні Нұрдәулет үйге түнгі 11-ге қарай келді. Балам, неге телефонды көтермедім? Деді әжесі. Заряд жоқ еді. Күні бойы іздедім ғой. Мен кішкентай бала емеспін. Білемін, бірақ мен уайымдаймын. Нұрдәулет күртесін шешіп жатып, барлығам маған сенбейді. Сенемін, балам. Жоқ, ешкім сенбейді. Мектепте де, ауылда да бәрі мені анамның ісімен бағалайды. Әжесі оның жанына жақындады. Сен өз жолымды өзім саласың. Біреудің қатесі үшін өмір бойы жауап беруге міндеттемессің. Нұрдәулет ештеңе демеді, бірақ бұл сөздер оның жүрегінде қалып қойды. Сол түні Айман ұйықтар алдында ұлының соңғы келген суретін тағы бір рет қолына алды. Ол суреттің бұрышына бүгінгі күннің датасын кішкентай әріппен жазып қойды. Бір күні осы суреттердің бәрін өзіме қайтарамын, құлыным. Ол мұны сыбырлап айтты. Ал дәл сол сәтте Нұрдәулет бөлмесінде отырып, бала күнгі бір суретті қолына алып қалған еді. Екеуі де бір-бірінің суретіне қарап отыр. Бірақ араларындағы үнсіздік әлі бұзылған жоқ. Уақыт тоқтамай жылжа берді. Нұрдәулет 16 жасқа толды. Бойы ұзарып, дауысы жуандап, түр-тұлғасы әкесіне ұқсай бастаған. Мұны көрген сайын әжесінің жүрегі бір түрлі болып кететін. Кейде немересіне қарап отырып, марқұм ұлын көргендей әсерде қалатын. Бірақ Нұрдәулеттің жан дүниесі әрі де тыныш емес еді. Мектептің соңғы қоңырауына дайындық басталды. Сынып жетекшісі: балалар, ата-аналарыңды шақырыңдар. Ертең жалпы жиналыс болады, деді. Бәрі: анам келеді, әкем келеді, екеуі бірге келеді деп жарыса сөйлесті. Ал Нұрдәулет үнсіз отырды. Мұғалім оған бұрылып: Нұрдәулет, сенің әжең келе ала ма? Иә. Даусы баяу шықты. Келесі күні жиналысқа әжесі келді. Басқа ата-аналар балалар туралы қуана сөйлесіп тұрды. Күләш апа үндемей бір бұрышта отырды. Жиналыс аяқталған соң мұғалім оны тоқтатты. Апа, Нұрдәулет өте қабілетті бала. Бірақ соңғы кезде ашуы тез келеді. Ішінде ауыр нәрсе бар сияқты. Күләш апа күрсініп: білемін, қызым. Уақыт емдейді деп жүрмін. Мұғалім басын изеді. Кейде уақыттан бұрын шындық емденбейді. Бұл сөз кемпірдің жүрегіне қадалып қалды. Сол кеште үйге келген соң, Күләш апа ескі сандықты ашты. Ішінен Айманның барлық хаттарын шығарды. Ондаған хат. Біреуді Нұрдәулетке берілмеген. Кейбірінің шеті сарғайып кеткен, кейбірінің сиясы жайылып қалыпты. Кемпір бір хатты ашып оқыды. Апа, егер Нұрдәулет мені жек көрсе, оны кінәламаңыз. Ол мені көрмей өсті. Бірақ өтінемін, оған менің оны ешқашан ұмытпағанымды бір күн айтыңыз. Күләш апа көз жасын сүртті. Айтамын, қызым. Бірақ қашан екенін білмеймін. Дәл сол кезде Нұрдәулет үйге кіріп келді. Ол сандықтың ашық тұрғанын байқап қалды. Әже? Күләш апа селк ете қалды. Хаттарды асығыс жинай бастады. Бірақ кеш еді. Нұрдәулет олардың бірін көріп қалды. Конверттің сыртында өз есімі жазылып тұр. Нұрдәулетке. Ол таңырқай әжесіне қарады. Бұл не хат? Күләш апаның жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол көптен бері қашып жүрген сәттің жақындап келе жатқанын сезді. Бірақ шындықты айтуға әлі де батылы жетпеді. Нұрдәулет конвертті қолына алды. Сыртында өз есімі анық жазылып тұр. Нұрдәулетке. Ол таңырқай әжесіне қарады. Бұл кімнің хаты? Күләш апаның жүзі бозарып кетті.
Балам, оны орнына қоя салшы. Жоқ. Өтінемін. Жоқ, әже. Мағаған шындықты айтыңыз. Күләш апа үнсіз қалды. Үйдің іші тым-тырс болып кетті. Сағаттым тықылы естіледі. Бұл сенің анаңның хаты. Нұрдәулет қабағым тиді. Анаңның ба? Иә. Ол маған хат жазған ба? Күләш апа ақырын басын изеді. Жыл сайын, әр туған күнімде. Нұрдәулет бір сәтке тілсіз қалды. Сосын дауысы қатқыл шығып. Сонда, сіз маған бірде-біреуін бермедіңіз бе? Кемпірдің жанары жасқа толды. Мен сені қорғағым келді, балам. Неден? Сол ауырлықтан. Жоқ. Нұрдәулет ашумен үстелді бір ұрып жіберді. Сіз мені қорғаған жоқсыз. Сіз менен шындықты жасырдыңыз. Ол қолындағы конвертті жыртып ашты. Ішінен сарғайып кеткен хат шықты. Қағаздың бүктелген жерлері әбден тозған. Нұрдәулет оқи бастады. Құлының Нұрдәулет. Бүгін сен 12 жасқа толдым. Мүмкін бұл хат саған жетпейтін шығар. Бірақ мен бәрібір жазып отырмын. Себебі бір күні кездесетімізге сенемін. Нұрдәулет ары қарай оқи алмады. Қолдары дірілдей бастады. Ол хатты қайта бүктеп қойды. Жеткілікті. Маған мұның бәрі керек емес. Күләш апа оған жақындады. Балам, ол сені ешқашан ұмытқан жоқ. Әр суретімді сұрап отырды. Әр туған күніңде жылады. Сен үшін күнде дұға етті. Нұрдәулет көзін тайдырып әкетті. Кеш. Өте кеш. Менің анам болғанда жанымда болу керек еді. Ал ол болған жоқ. Ол бөлмесіне кіріп кетті. Есікті ішінен жауып алды. Қолындағы хатты ұзақ қарап отырды. Ашумен жыртып тастағысы келді. Бірақ қолы бармады. Соңында хатты үстелдің тартпасына салып қойды. Неге жыртпадым? Өзі де түсінбеді. Ал түрмеде Айман сол күні тағы да күнсібеге белгі қойды. Бүгін ұлым 16 жас, 2 ай. Ол күлімсіреп, аз қалды құлыным. Бір күні бәрін түсіндіремін. Бірақ ол үйде өз хаттарының бірін ұлы алғаш рет оқып шыққанын әлі білмейтін. Таңертең үй іші әдеттердей тыныш еді. Күләш апа ерте тұрып шайын қайнатты. Бірақ Нұрдәулеттің бөлмесінің есігі ашылмады. Кеше кешкі болған әңгімеден кейін оның көңілі алай-дүлей екенін сезіп тұрған. Бірнеше минуттан соң есік ашылды. Нұрдәулет мектеп формасын киіп шықты. Екеуі бір-біріне қарады. Бірақ ешқайсысы тіл қатпады. Таңғы ас дайын, балам, деді әжесі жай ғана. Қаламаймын. Ештеңе жемей кетпе. Қарным аш емес. Ол сөмкесін алып үнсіз шығып кетті. Мектепте де көңілі орнықпады. Мұғалімнің түсіндіргенін тыңдамады. Ойы кеше оққан хатта болды. Мүмкін бұл хат саған жетпейтін шығар. Бірақ мен бәрібір жазып отырмын. Осы сөйлем санасынан кетпей қойды. Қоңырау соғылғанда ол аулаға жалғыз шықты. Қалтасынан хатты алып қайта оқыды. Жолдардың арасынан анасының көз жасын сезгендей болды. Бірақ жүрегіндегі реніш әрі де басылар емес. Неге? Неге бәрі осылай болды? Кешке үйіне кіргенде Күләш апа тағы да сөз бастады. Балам, кеше ренжігеніңді түсінемін. Нұрдәулет үнсіз тыңдап тұрды. Бірақ анаңның саған жазған хаттары көп. Оқымаймын. Ең болмаса біреуін. Айттым ғой, оқымаймын. Күләш апа күрсініп қойды. Жарайды, сені мәжбүрлемеймін. Сол түні ол сандықтың қасына қайта келді. Бұл жолы әжесі ұйықтап қалған. Нұрдәулет сандықты ашып хаттардың бәрін қолына алды. Бір бума хат. Әрқайсының сыртында әртүрлі жыл жазылған. Нұрдәулетке 11 жас. Нұрдәулетке 12 жас. Нұрдәулетке 13 жас. Нұрдәулетке 14 жас. Нұрдәулетке 15 жас. Ол хаттарды бір-бірлеп қарап шықты. Сонда, анам жыл сайын маған хат жазып отырған ба? Кеудесі бір түрлі қысылып кетті. Бір сәтке бәрін оқып шыққысы келді. Бірақ келесі сәтте ашуы қайта оянды. Жоқ. Бірнеше хат бәрін өзгерте алмайды. Ол хаттарды орнына қойып, сандықты жапты. Ал түрмеде Айман кешкі тексерістен кейін терезенің алдына келді. Қолында Нұрдәулеттің соңғы суреті. Суретке қарап жымиып. Ержетіп қалыпсың, құлыным. Бір күні мына суреттегі жігіт болып алдыма келерсің. Ол осы сөзді айтып суретті жүрегіне басты. Сол сәтте ана жүрегі әлде бір өзгерісті сезгендей болды. Күндер өте берді. Нұрдәулет бұрынғыдай ашық сөйлеспейтін болды.
Бірақ бір өзгеріс бар еді. Кейде кешкісін бөлмесінің есігін ішінен жауып алып, әжесі байқамай қалдырған хаттардың бірін алып оқитын. Ал оқып болған соң, қайтадан орнына қоятын. Өзі де мұның себебін түсінбейтін. Бір кеште ол 13 жасына арналған хатты ашты. Қағаздың шеттері сарғайып кеткен. Анасының қолтаңбасы бұрынғыдай әдемі еді. Құлыным, бүгін сен 13 жасқа толдың. Қазір сен менен ұялатын жасқа келген шығарсың. Мүмкін мені жек көретін де шығарсың. Егер солай болса, мен саған ренжімеймін. Өйткені сен мен білетін шындықты білмейсің. Бірақ бір ғана өтінішім бар. Өзіңді жек көрме. Біреудің жетсаған ісі үшін өзіңді кінәлі сезінбе. Сенің жүрегің таза болып өссе екен деп күнде дұға етемін. Нұрдәулет хатты үнсіз жауып қойды. Көзі жасаурап кеткенін өзі де байқамады. Тез сүртіп тастады. Жоқ, мен жыламаймын. Келесі күні мектепте тағы да жаңжал шықты. Дене шынықтыру сабағынан кейін екі бала оның қасынан күліп өтіп бара жатып, «Ей, түрмедегі әйелдің баласы, бүгін ашуланба?» деп мазақтады. Бұл жолы Нұрдәулет жұдырығын түйбенімен өзін тоқтатты. Терең дем алып үндемей бұрылып кетті. Мұны көрген сынып жетекшісі сырттай бақылап тұрды. Ол Нұрдәулеттің алғаш рет өзін ұстай алғанын байқады. Кешке мұғалім Күләш апаға телефон соқты. «Апа, бүгін Нұрдәулет төбелескен жоқ. Бұрынғыдай емес. Өзін ұстай білді». Күләш апаның жүзіне алғаш рет жеңіл күлкі үйірілді. Шүкір. Сол түні ол тағы да Айманға хат жазды. «Қызым, Нұрдәулет есейіп келеді. Соңғы кезде сенің хаттарыңды оқи бастады. Әлі кешірген жоқ. Бірақ бұрынғыдай жыртып бастамайды. Бұл да болса жүрегінің жұмсарып келе жатқаны шығар. Үмітіңді үзбе». Бір аптадан кейін бұл хат Айманның қолына тиді. Ол оқып отырып ұзақ жылады. Бірақ бұл жолы көз жасымен бірге жүзіне кішкентай ғана үміт ұялады. Демек, ұлым менің хаттарымды оқып жүр. Ол көзіне сенбей хатты қайта-қайта оқыды. Сол түні Айман ұзақ уақыттан бері алғаш рет жүрегі жеңілдеп ұйықтап кетті. Өйткені аналық жүрек алыста болса да, ұлының ішінде бір нәрсе өзгеріп келе жатқанын сезген еді. Жазғы демалыс басталды. Нұрдәулет 16 жастың соңына таяп қалған еді. Сабақ жоқ болғанмен үйде де ұзақ отырмайтын. Таңертең ерте кетіп, кеш қарая ғана оралатын. Бір күні әжесі: «Балам, жаз бойы бос жүрмей жұмыс істесең қайтеді?» деді. «Қандай жұмыс?» «Ерлан ағаңның көлік жөндейтін шеберханасына адам керек екен». Нұрдәулет иығын қиқаң еткізді. «Көреміз». 2 күннен кейін ол шеберханаға жұмысқа орналасты. Алғашқы күндері темір тасып, құрал саймандарды жинап жүрді. Қолы майға бұлғанып кешке шаршап қайтатын. Бірақ оған бұл жұмыс ұнай бастады. Өйткені ол үйдегі ойлардан алыстайтын. Шеберхананың иесі Ерлан аға сабырлы адам еді. Бір күні жұмыстан кейін ол Нұрдәулетке су ұсынып: «Жақсы жұмыс істейді екенсің», деді. «Рахмет. Бірақ сенің көзінде бір мұң бар». Нұрдәулет жымиған болды. «Шаршаған шығармын». Ерлан аға артық сұрамады. Бірнеше аптадан кейін жалақы алатын күн келді. Нұрдәулет өмірінде алғаш рет өз еңбегімен ақша тапты. Үйге кірген бойда ақшаны әжесінің алдына қойды. «Мә, әже, Күләш апа таңырқап қалды». «Бұл не?» «Алғашқы жалақым». «Үйге керек жара қалайық?» Әжесінің көзіне жас келді. «Жоқ балам, бұл өз ақшаң. Өзіңе киім ал, телефон ал». Нұрдәулет басын шайқады. «Маған ештеңе керек емес. Сіз мені осы уақытқа дейін өсірдіңіз. Енді мен де көмектесейін». Күләш апа немересін құшақтап алды. Анаң көрсе қатты қуанар еді. Осы сөз айтылған сәтте Нұрдәулеттің жүзі қайта өзгеріп кетті. Ол әжесінен ақырма алыстап шықты. «Әже, бәрін анама тірей бермеңізші». Күләш апа үнсіз қалды. Сол кеште Айманға тағы бір конверт келді. Оның ішінде жаңа сурет жатыр екен. Нұрдәулет көлік жөндейтін шеберханада арнайы жұмыс киімін киіп тұр. Бетінде әлсіз ғана күлкі. Айман суретке ұзақ қарады. «Қолдарың әкеңдікіндей ірі болыпты». Осы сөз аузынан шыққан бойда ол тоқтап қалды. Көзін жұмып, терең күрсінді. Өткеннің ауыр естелігі қайта оралды. «Жоқ, сен ешкімге ұқсама. Сен тек өзіндей жақсы адам ол, құлыным». Ол суретті сүйіп, қалған фотолардың жанына ұқыптап салып қойды. Камерадағы кішкентай қораптың ішінде жылдар бойы жиналған суреттер, хаттар және сағыныш қана бар еді. Ал бостандықта жүрген Нұрдәулет анасының сол қорапты күнде ашып қарайтынын әлі де білмейтін. Уақыт тағы да зулап өте шықты. Нұрдәулет 18 жасқа толды.
Мектепті жақсы бағамен аяқтап, қаладағы колледжге оқуға түсті. Күләш апа сол күні қуаныштан көз жасын тыя алмады. Анаң осы күнді армандаушы еді балам. Нұрдәулет бұл жолы үндемеді. Бұрынғыдай ашуланған жоқ. Тек терең күрсінді. Колледждегі алғашқы күн, жаңа орта, жаңа достар. Мұнда ешкім оның өткен өмірін білмейтін, ешкім түрмедегі әйелдің баласы демейтін. Нұрдәулет алғаш рет өзін еркін сезінді. Бір күні сабақтан кейін кітапханада орын болмай қалды. «Мына жер бос па?» деген нәзік дауыс естілді. Нұрдәулет басын көтерді. Қара шашты жылы жүзді бір қыз күлімсіреп тұр екен. «Иә, отырмыз. Рахмет». Қыз кітаптарын жайып сабаққа кірісіп кетті. Бірнеше минуттан кейін өзі әңгіме бастады. «Менің атым Айсәуле. Ал сенікі?» «Нұрдәулет». «Танысқаныма қуаныштымын». Нұрдәулетте алғаш рет еркін жымиып, маған да. Сол күннен бастап екеуі жиі кездесетін болды. Бірге кітапханаға барады, сабаққа дайындалады, асханада шай ішеді. Айсәуле өте мейірімді қыз еді. Біреуге көмектесуге әрдайым дайын тұратын. Қарт кісілердің сөмкесін көтеріп береді. Ауладағы қаңғыбас мысықтарға тамақ әкеліп қояды. Осы қасиеттері Нұрдәулетке ерекше әсер етті. Бір күні Айсәуле: «Сен кейде қатты мұңайып кетесің. Бірдеңе мазалай ма?» деп сұрады. Нұрдәулет үнсіз қалды. «Жоқ, ештеңе. Егер айтқың келмесе, мәжбүрлемеймін. Бірақ бір күні сөйлескің келсе, мен тыңдаймын». Ол осыны айтып жымиып қойды. Нұрдәулет бұрын ешкімнен мұндай сабырлы сөз естімеген еді. Күн өткен сайын Айсәулеге деген сезімі өзгере бастады. Оны көрмесе, бір нәрсе жетіспейтіндей болатын. Сабағы біткен соң, еріксіз кітапханаға қарай асығатын. Өзде мұның не екенін түсінбей жүрді. Бір кеште Күләш апа Айманға тағы хат жазды. «Қызым, Нұрдәулет 18-ге толды. Колледжге оқуға түсті. Жақсы оқып жүр. Соңғы кезде бұрынғыдай ашуланбайды. Өмірінде бір қыз пайда болған сияқты. Ол қыздың мінезі өте жақсы екен. Мүмкін Алла сол қыз арқылы немеремнің жүрегіндегі мұзды ерітер. Мен соған үміттеніп жүрмін». Бір аптадан кейін Айман хатты оқып отырып күлімсіреп жіберді. «Демек, ұлым ганшик болыпты». Көзінен тағы да жас ақты. Бірақ бұл жолы ол мұңның емес, үміттің жас еді. Ол жай ғана алақанын жайып: «Уа Алла, егер сол қыз ұлымды жақсы адам болуға жетелесе, оған өмір бойы разымын», деп дұға етті. Колледжде алғашқы семестр аяқталуға жақын еді. Нұрдәулет пен Айсәуле күн сайын бірге сабаққа барып, бірге қайтатын болды. Олар бір-біріне үйреніп қалған. Бір күні сабақтан кейін күзгі жаңбыр құйып кетті. Екеуі аялдаманың төбесіне тығылып тұрды. Жаңбырдың басылар түрі жоқ. Айсәуле қолын созып, жаңбыр тамшыларын ұстап көрді. «Бала күнімде жаңбырды қатты жақсы көретінмін», деді күліп. Нұрдәулет үнсіз қарап тұрды. Кенет есіне анасының бір хаты түсті. «Сен кішкентай кезінде жаңбыр жауса, далаға жүгіріп шығатын едің». Ол хатты алғаш оқығанда сенбеген. Ал дәл қазір Айсәуленің сөзі сол естелікті қайта тірілткендей болды. «Не ойлап кеттім?» деп сұрады Айсәуле. «Ештеңе». «Жоқ, сен бірден өзгеріп кеттім». Нұрдәулет біраз үнсіз тұрды. Сосын өмірінде алғаш рет біреуге сырын аша бастады. «Менің анам түрмеде». Айсәуле ештеңе демеді, таңғалған жоқ, аяғын киіп танытпады, тек сабырмен тыңдап тұрды. «Кішкентайымнан бері бәрі мені сонымен мазақ етті. Мен оны жек көрем». Айсәуле ақырын ғана сұрады. «Сен оның не үшін сотталған толық білесің бе?» «Әкемді өлтірген». «Ал не себеп болған білесің бе?» Нұрдәулет үнсіз қалды. «Жоқ, ешкім айтпады». Айсәуле баяу ғана басын изеді. «Кейде біз адамдарда бір ғана оқиға арқылы бағалап қоямыз. Бірақ әр оқиғаның өз тарихы болады. Мен сені анаңды ақтап тұрған жоқпын. Тек бәрін білмей тұрып, жүрегіңді тас қылып алма». Бұл сөз Нұрдәулетті терең ойға батырды. Бірнеше күннен кейін Айсәуле кітапханада отырып, өз анасымен телефон арқылы сөйлесті. «Анашым, сабағым жақсы өтті». «Иә, кешке барам». «Жақсы көремін сізді». Телефонды қойған соң ол күлімсіреп қалды. Нұрдәулет үнсіз бақылап отырған. «Күнде осылай сөйлесесің бе?» «Иә». «Анам уайымдап болады». «Сондықтан қайда жүргенімді айтып тұрамын». Нұрдәулет басын төмен түсірді. Оның жүрегінде бұрын сезілмеген бір бос кеңістік оянды. Сол кеште үйге келген соң ол әжесінен күтпеген сұрақ қойды. «Әже?» «Иә балам». «Анам,
Қазір қалай? Күләш апаның қолындағы шай құйған кесе сәл дірілдеп кетті. Бұл сұрақты күткенімен дәл бүгін естеймін деп ойламаған. Аман, денсаулығы жақсы. Сені әлі күнге дейін күтеді. Нұрдәулет ештеңе демеді. Тек терезеге қарап ұзақ отырды. Бұл оның анасын кешіргенін білдірмейтін, бірақ ұзақ жылдардан кейін алғаш рет жек көрудің орнына қызығушылық пайда бола бастаған еді. Ал жүздеген шақырым жердегі Айман сол түні ұлының соңғы суретіне қарап, жүрегің жұмсара бастаған сезіп тұрмын құлыным, деп сыбырлады. Ол мұны қайдан сезгенін өзі де білмейтін. Тек ана жүрегі үмін әлі үзбеген еді. Содан кейін бірнеше атты өтті. Нұрдәулет бұрынғыдай тұйық емес еді, бірақ өзгеріс бірден байқалмайтын. Ол жай ғана көп ойлана бастады. Айсәуленің барлық шындықты білмей тұрып жүрегіңді тас қылып алма деген сөзі санасынан кетпейтін. Бір күні колледжден шыққан соң екеуі саябақта отырып сөйлесті. Күздің жапырақтары жерге баяу түсіп жатты. Айсәуле кенет: «Саған бір сұрақ қойсам бола ма?» деді. «Иә. Егер сенің анаң дәл қазір алдына келсе, не істер едің?» Нұрдәулет бірден жауап бере алмады. Ұзақ үнсіз отырды. «Білмеймін. Әлі де ренжулімін. Бірақ бұрынғыдай жек көрмейтін сияқтымын». Айсәуле жымиып: «Бұл да үлкен өзгеріс. Мен кішкентай кезінде анам ауырып ауруханада бір ай жатқан. Сол бір айдың өзі маған өте ауыр көрінді. Ал сен анаңсыз 10 жылға жуық өмір сүрдім. Сондықтан сенің ішіңдегі ренішті түсінемін. Бірақ сенің анаң да 10 жыл бойы ұлын көрмей өмір сүрді». Нұрдәулет үнсіз басын төмен салды. Бұл туралы ол бұрын ешқашан осылай ойланбаған еді. Кешке үйге келген соң ол әжесіне тағы сұрақ қойды. «Әже?» «Иә». «Анам, менің суреттерімді шынымен алып тұрған ба?» Күләш апа тамырқап қалды. «Неге сұрап тұрсың?» «Жай ғана». Кемпір жымиып қойды. «Иә балам, әр жылы жіберіп тұрдым. Сенің мектепке барған күніңнің суретін, футбол ойнап жүргеніңді, туған күндеріңді, колледжге түскеніңді, бәрін». Нұрдәулеттің көзі үлкейіп кетті. «Сонда ол бәрін көріп отырған ба?» «Иә». «Әр суретіңді алған сайын хат жазатын. Кейде қуаныштан жылайтын, кейде сағыныштан жылайтын». Нұрдәулет ештеңе демеді. Бөлмесіне кіріп кетті. Тартпаны ашып, анасының хаттарын шығарды. Оларды бір-бірлеп үстелге қойды. Бір хатты қайта ашты. Бұл жолы соңына дейін оқып шықты. Хаттың соңғы жолында: «Сен күлімдегенді жақсы көретін едің. Егер қазір күлімдеуді ұмытып қалсаң, бір күні қайта үйренерсің деп сенемін». Нұрдәулет еріксіз жымиды. Өзі де байқамай қалды. Сол сәтте есік қағылды. Әжесі басын сұғып: «Шай ішесің бе балам?» Нұрдәулет ұзақ жылдардан кейін алғаш рет әжесіне жылы үнмен жауап берді. «Иә әже, қазір барамын». Күләш апаның жүзіне қуаныш ұялады. Ол немересінің жүрегіндегі тас қабырға баяу болса да сөгіліп келе жатқанын сезді. Ал түрмеде Айман күнтізбеге тағы бір күнді сызып қойды. Бостандыққа шығатын күнге енді бір-ақ жыл қалған еді. Ол бұл жаңалықты әлі Нұрдәулетке ешкім айтпаған білмейтін. Күздің соңғы айы еді. Колледждегі сабақ аяқталған соң, Нұрдәулет пен Айсәуле баяу ғана автобус аялдамасына қарай келе жатты. Жол бойы екеуі де үнсіз болды. Кенет Айсәуле сөз бастады. «Нұрдәулет». «Иә». «Маған бір уәде бересің бе?» «Қандай?» «Егер бір күні анаң бостандыққа шықса, ең болмаса онымен бір рет сөйлес». Нұрдәулет тоқтап қалды. Неге бәрі осыны айтады? Өйткені өкінішпен өмір сүру өте ауыр. Ал егер ол расымен кінәлі болса ше? Айсәуле сәл ойланып қалды. Кінә жасаған адамның да баласын сағынуына ешкім тыйым сала алмайды. Және кешіру міндет емес, бірақ тыңдау. Кейде екеуіме де жеңілдік әкелуі мүмкін. Бұл сөздер Нұрдәулетті ұзақ ойға батырды. Үйге келген соң Күләш апа оған кешкі ас дайындап қойыпты. Екеуі үнсіз тамақ ішіп отырғанда, әжесі жай ғана: «Балам, саған бір нәрсе айтуым керек». Нұрдәулет басын көтерді. «Не болды?» Күләш апа терең дем алды. «Анамның жазасы аяқталуына көп қалған жоқ. Егер бәрі жоспар бойынша болса, келесі жылы бостандыққа шығады». Қасық Нұрдәулеттің қолынан түсіп кетті. Бөлмеші тып-тыныш болып қалды. «Не дедіңіз?» «Иә, балам. Енді көп күтпейміз». Нұрдәулет орнынан тұрып терезенің алдына барып тұра қалды. Оның жүрегі қатты соғып тұрды.
Осы уақытқа дейін анасы темір тордың ар жағында болатын, ал енді ол еркіндікке шығуы мүмкін. Бұл ойдың өзі Нұрдәулеттің жан дүниесін астан-кестен етті. Сол түні Айман да ұйықтай алмады. Оны мекеме қызметкері шақырып, құжаттарыңыз тексеріліп жатыр. Егер бәрі дұрыс болса, келесі жылы босатыласыз деген болатын. Айман ұзақ уақыт үнсіз отырып қалды. Қуану керек пе, қорқу керек пе? 10 жыл бойы армандаған күн жақындаған сайын, жүрегі бұрынғыдан да қатты қобалжи бастады. Ұлым, ол мені көргісі келе ме екен? Ал Нұрдәулет бөлмесінде жалғыз отырды. Үстелдің үстінде анасының хаттары жатыр. Ол олардың біріне қарап отырып сыбырлады. Егер шынымен шықса, мен не істеймін? Бұл сұраққа оның өзі де жауап таба алмады. Өйткені жүрегінде екі сезім арпалысып жатты. Бірі жылдар бойғы реніш, екіншісі алғаш рет оянған үміт. Анасының бостандыққа шығатынын естіген күннен кейін Нұрдәулеттің мазасы қашты. Күндіз колледжде отырса да ойын жинай алмайтын. Түнде ұйықтай алмай, бөлмесінде ары-бері жүретін болды. Айсәуле оның өзгергенін бірден байқады. Бір күні сабақтан кейін колледж ауласындағы орындыққа бірге отырды. Соңғы кезде үндемей жүрсің, деді Айсәуле. Нұрдәулет біраз үнсіз қалды. Сосын баяу ғана. Анам жақында босап шығады екен. Айсәуле таңырқамады, тек жай ғана. Не сезініп жүрсің, деп сұрады. Білмеймін. Қуанып тұрған жоқпын. Бірақ бұрынғыдай ашуланып та тұрған жоқпын. Тек қорқамын. Неден? Егер кездесіп ештеңе сезбесем ше? Егер оған ана деп айта алмасам ше? Айсәуле оның жүзіне ұзақ қарап отырды. Сосын ақырын ғана. Сен өзіңді қинама. Кейбір жара бір күнде жазылмайды. Бірақ адамға бір мүмкіндік беру әлсіздік емес. Сен кездесуге барар ма едің? Деп сұрады Нұрдәулет. Айсәуле сәл ойланып қалды. Егер менің анам болса, барар едім. Неге? Өйткені кейін кеш болуы мүмкін. Кейін неге бармадың деп өмір бойы өзіңді кінәлағым келмейді. Кездесу кешіру деген сөз емес. Бұл тек бір-бірінді тыңдауға мүмкіндік. Нұрдәулет жерге қарап отырды. Бұл сөздер жүрегіне жеткенмен шешім қабылдауға әлі дайын емес еді. Сол күні кешке ол үйге келгенде Күләш апа терезе алдында отыр екен. Балам, шаршадың ба? Иә. Шай ішесің бе? Кейін. Нұрдәулет бөлмесіне кіріп кетті, бірақ көп ұзамай қайта шықты. Әже? Иә балам. Анам мені шынымен күтіп жүр ме? Күләш апаның көзіне жас толды. 10 жыл бойы күтті. Әлі де күтіп жүр. Әр туған күніңде маған бірінші сұрағы Нұрдәулет аман ба болатын? Нұрдәулет үнсіз тыңдап тұрды. Ал мен бармасам ше? Күләш апа бірден жауап бермеді, сәлден соң ғана. Онда да ол сені күтеді. Өйткені ана жүрегі күтуден ешқашан шаршамайды. Сол түні түрмеде Айманға босатылатын күні туралы ресми хабар берілді. Қызметкер құжатқа қол қойғызып жатып, бірнеше аптадан кейін үйіңізге қайтасыз, деді. Айманның қолы дірілдеп кетті. 10 жыл. 10 жыл бойы армандаған сәт енді шындыққа айналғалы тұр. Бірақ оның жанын бір ғана сұрақ мазалады. Ұлым, мені қарсы алуға келе ме екен? Ол терезеден қараңғы аспанға қарап, көзіне еріксіз жас алды. Ал дәл сол сәтте Нұрдәулет те өз бөлмесінде дәл сол сұраққа жауап іздеп отыр еді. Айманның бостандыққа шығатын күні жақындаған сайын, түрмедегі әр күні ұзақ өте бастады. Ол камерасындағы заттарын біртіндеп жинай бастады. Ескі орамал, бірнеше кітап. Ұлының фотосуреттері салынған қорап, жылдар бойы жазылған хаттар. Барлығын ұқыптап жинап, қайта-қайта қарап шығатын. Камералас әйелдердің бірі күлімсіреп, «Айман, ең бағалы дүниең қайсы?» деп сұрады. Айман еш ойланбастан кішкентай қорапты көтерді. «Мынау. Мұнда не бар?» «Менің өмірім». Ол қорапты ашты. Ішінен Нұрдәулеттің әр жастағы суреттері көрінді. Бір суретте мектепке алғаш барған, екіншісінде футбол формасын киіп алған, үшіншісінде колледж студенті болып күлімдеп тұр. Айман суреттерді сипап отырып, «Мен сенің қалай өскеніңді суреттер арқылы ғана көрдім, құлыным. Бірақ соның өзі маған күш берді». Камералас әйелдер үнсіз тыңдап отырды. Көпшілігінің көзіне жас келді. Ал сол күні колледжден шыққан Нұрдәулет Айсәулемен саябақта кездесті. Ол соңғы күндері мүлде өзгеріп кеткендей еді, үнемі ойлы, үнемі үнсіз. Айсәуле оның көңіл күйін байқап, «Әлі шешім қабылдай алмадың ба?» деп сұрады.
Жоқ. Әжем, барайық дейді. Өзінің де барғым келетін сияқты. Бірақ бір қадам жасауға қорқамын. Айсәуле оның сөзін бөлген жоқ. Сәлден кейін ғана: Мірдәулет, сен анаңа емес, өз жүрегіңе мүмкіндік бер. Егер барсаң, ештеңе жоғалтпайсың. Ал бармасаң? Бұл сұрақ өмір бойы мазалауы мүмкін. Мірдәулет ұзақ үнсіз отырды. Егер ол мені құшақтағысы келсе ше? Мен дайын емеспін. Айсәуле жай ғана: онда құшақтама. Ешкім сені мәжбүрлемейді. Бар болғаны барып тыңда. Кейде адамның бір ауыз шындығын есту көп жылғы реніштен ауыр болмайды. Кешке Нұрдәулет үйге келгенде Күләш апа ескі альбомды қарап отыр екен. Мына сурет есінде ме? Деді. Нұрдәулет суретке қарады. Өзі 2 жаста, ал анасы оны көтеріп алып маңдайынан сүйіп тұр. Бұл суретті кім түсірген? Әкең. Екеуі де біраз үнсіз қалды. Күләш апа альбомды жауып: балам, анаң бостандыққа шыққан күні мен барамын. Бірақ сені ешқашан дәжбүрлемеймін. Бару бармауды өзім шешесін. Нұрдәулет басын изеді. Ол терезеге қарап ұзақ тұрды. Жүрегінде бұрынғыдай жек көрушілік жоқ еді, бірақ оның орнын белгісіз қорқыныш басқан болатын. Ал түрмеде Айман ұйықтар алдында соңғы рет күнтізбеге қарады. Бостандыққа шығуына 7 күн ғана қалған еді. Ол көзіне жас алып күлімсіреді. Құлыным, кегмесең де ренжімеймін. Тек аман болсаң болды. Айман жарықты өшірді. Ал дәл сол түні Нұрдәулет алғаш рет түсінде анасын көрді. Бірақ ол түсінде анасының жүзін анық көре алмады. Тек бір дауыс қана естілді. Кешір, құлыным. Нұрдәулет селк етіп оянып кетті. Жүрегі қатты соғып тұрды. Бұл түс оның шешіміне әсер ете ме жоқ па, оны өзі де әлі білмейтін еді. Бостандыққа шығатын күнге 6 күн қалды. Айман таң атқаннан бері толқып жүрді. Жұмысқа барса да ойы басқа жақта. Тамақ ішсе де тәбеті жоқ. Тіпті түнде де көзіне ұйқы ілінбейтін болды. Сол күні түстен кейін мекеме қызметкері: Айман, сізге керуші бар, деді. Айман таңырқап қалды. Соңғы бірнеше жылда оған тек Күләш апа ғана келетін. Кездесу бөлмесіне кіргенде қарсы алдында Күләш апаны көрді. Екеуі үнсіз құшақтасты. Апа? Айман. Бірнеше секунд бойы екеуі сөйлей алмады. Қалайсың қызым, деді Күләш апа. Жақсымын. Нұрдәулет қалай? Күләш апа жымиып қойды. Өсіп кетті. Бойы ұзын. Колледжде оқиды. Жұмыс істейді. Жақсы жігіт болды. Айман көз жасын сүртті. Мені әлі де жек көре ме? Бұл сұрақты қоюдың өзі оған ауыр еді. Күләш апа бірден жауап бермеді. Бұрынғыдай емес. Бірақ жүрегінде әлі де өкпе бар. Айман басын изеді. Болатынын білдім. Оның өмірінде бір қыз бар екен, деді Күләш апа. Айман таңырқап күліп жіберді. Рас па? Иә, өте тәрбиелі қыз. Сол қыз Нұрдәулетті көп өзгертті. Бұрынғыдай ашумен өмір сүрмейді. Айман көзін жұмып: Аллаға шүкір. Ұлымның жанында жақсы адам бар екен. Кездесудің соңына қарай Күләш апа сөмкесінен жаңа сурет шығарды. Мынау өткен аптада түскен. Айман суретті қолына алды. Нұрдәулет пен Айсәуле колледж ауласында қатар күліп тұр екен. Айман суретке ұзақ қарап қалды. Күлімдеп жүр екен. Мен үшін осының өзі жеткілікті. Ол суретті қайта-қайта қарап, көз жасын тыя алмады. Кездесу уақыты аяқталғанда Күләш апа орнынан тұрды. Айман, мен саған уәде бере алмаймын. Бірақ Нұрдәулет қазір бұрынғыдай емес. Ол сені туралы сұрай бастады. Хаттарында түгел оқып шықты. Кейде ұзақ ойланып қалады. Менімше, оның жүрегіндегі мұз еріп келеді. Айман 2 қолын жүзіне қойып жылап жіберді. 10 жыл бойы күткен ең үлкен үміт осы сөздер еді. Күләш апа кетіп бара жатқанда Айман соңынан жай ғана айтты. Апа, егер ол мені қарсы алуға келмесе, оған ренжімеңіз. Мен бәрібір күтемін. Ана деген күте білу үшін жаратылған. Күләш апа үндемей басын изеді. Ол сыртқа шыққанда көзіне жас алып: Қызым, бұл күтуімнің соңы жақсылықпен аяқталса екен, деп күбірледі. Ал дәл сол уақытта Нұрдәулет колледждің алдында Айсәулемен бірге келе жатып кенет тоқтап қалды. Айсәуле, егер мен барсам, қасында боласың ба? Айсәуле еш ойланбастан: Боламын.
бірақ соңғы қадамды өзім жасайсың. Нұрдәулет алғаш рет анасымен кездесуге бару туралы шындап ойлана бастады. Көптен күткен күн де келіп жетті. Таңғы сағат 7. Айман тым бойы көзілмеген. Камерадағы төсегін жинап, кішкентай қорабын құшағына қысып отыр. Қораптың ішінде 10 жыл бойы сақтаған ең қымбат дүниелері бар еді. Ұлының суреттері. Оған жазылған, бірақ жіберілмеген хаттардың көшірмелері. Жылдар бойы үзілмеген үміті. Түрме қызметкері есікті ашты. Айман, құжаттарыңыз дайын, жүріңіз. Айман орнынан баяу тұрды. 10 жыл бойы күнде көрген темір есік бүгін соңғы рет ашылып тұр. Ол артына бір рет қарап қойды. Бұл жерде оның жастығы, көз жасы, өкініші қалған еді. Сол уақытта Күләш апа үйде дайындалып жатты. Балам, жүрмейсің бе? Нұрдәулет үнсіз тұрды. Біраздан кейін бана. Жоқ, мен бара алмаймын әже. Әлі дайын емеспін. Күләш апа оның жүзіне ұзақ қарады. Жарайды балам. Мен сені мәжбүрлемеймін. Ол немересінің иығынан ақырын қағып, жалғыз өзі жолға шықты. Есік жабылғаннан кейін үй іші тым-тырыс болып қалды. Нұрдәулет терезенің алдында ұзақ тұрды. Әжесінің көлігі алыстап кеткенше қарап қалды. Үйге қайта кірді. Үстел үстінде анасының соңғы хаты жатыр екен. Ол хатты баяу ашты. Соңғы жолын қайта оқыды. Келмесең де, саған ренжімеймін. Аман жүрсең болды құлыным. Нұрдәулеттің көзі жасаурап кетті. Ол орындыққа отырып қалды. Неге мені бір ретте кінәламаған? Осы сәтте көз алдына бала кезінен бері оқылған барлық хаттар елестеді. Әжесінің жасырын жіберген суреттері, анасының әр туған күніне жазған тілектері, Айсәуленің сөздері. Кездесу кешіру деген сөз емес. Нұрдәулет орнынан атып тұрды. Жүрегі атша тулап кетті. Жоқ, кешігіп қалмауым керек. Ол үйден жүгіріп шығып такси тоқтатты. Аға, тезірек, өтінемін. Түрме қақпасының сыртында Күләш апа жалғыз тұр еді. Қолында кішкентай гүл шоғы. Темір қақпа баяу ашылды. Айман сыртқар бір қадам басты. 10 жылдан кейінгі алғашқы еркін қадамы. Ол айналасына үмітпен қарады. Бірінші болып Күләш апаны көрді. Күлімсірегісі келді, бірақ жанары ұлын іздеп кетті. Оң жағына қарады, сол жағына қарады. Ешкім жоқ. Даусы дірілдеп шықты. Апа? Нұрдәулет, келмеді ме? Күләш апа үндей алмады. Тек көзіне жас алып, келінін құшақтай алды. Айман сол сәтте бар үміті үзілгендей еңіреп жылап жіберді. Ренжімеймін. Тек бір рет көрсем болған еді. Құлыным. Ол иығы селкілдеп жылай берді. Қақпа алдында тұрған қызметкерлер де үнсіз ғана сырт айналып кеткен. Дәл сол кезде алыстан «Әже, мама!» деген дауыс естілді. Екеуі де жалт бұрылды. Нұрдәулет бар күшімен жүгіріп келе жатыр екен. Тынысы тарылып, көзі жасқа толған. Айман орнынан қозғала алмай қалды. Нұрдәулет? Жігіт жүгіріп келіп, бір сәтке тоқтады. Көздері түйісті. 10 жылдық сағыныш, 10 жылдық өкініш, 10 жылдық үнсіздік. Бәрі сол бір вғараста тұрғанда еді. Келесі сәтте Нұрдәулет «Мама!» деп дауыстап, анасына қарай ұмтылды. Айман да оған қарай жүгірді. Екеуі бір-бірін құшақтай алған сәтте еш қайсысы көз жасын ұстай алмады. «Мама, кешірші. Мен кешігіп қалдым. Кешірші». Айман ұлының басынан сипап, «Жоқ, құлыным. Сен келдің. Болды. Болғаны осы». Екеуі бір-бірінен ажырай алмай ұзақ жылады. Күләш апа да көз жасын Сүртіп тұрды. Түрме қызметкерлері бұл көріністі үнсіз бақылап қалды. Кейбірі көздеріне келген жасты білдірмей сырт айналды. 10 жыл бұрын темір есік ана мен баланы айырған еді. Ал бүгін сол қақпаның алдында олар қайта табысты. Егер сіз Нұрдәулеттің орнында болсаңыз, анаңызды кешірер ме едіңіз? Пікіріңізді міндетті түрде комментарийге жазыңыз. Осындай өмірден алынған әсерлі әңгімелерді ұнатсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Соңына дейін қарап отырғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.